Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермені. Бүгін сіздерге каналдың атынан 11 ғасырдың басы мен 13 ғасырдың басында өмір сүрген ұлы даланың еркін ұрпағы қыпшақтар туралы баяндайтын боламыз. Алғашқы қалыптасуы 7-8 ғасырларға жатады. Бұл кезең аралығында этникалық құрамы құрылған кезең. Жалпы қыпшақ сөзі 8 ғасырдағы көне түркі руны ескерткіштерінде кездеседі. Қыпшақ мемлекетінің қалыптасу кезеңін 3 кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші кезеңі 7-8 ғасырлар аралығы, яғни бұл кезеңде қыпшақтар батыс түрік қағанатының құрамында болды. Екінші кезеңі 8-11 ғасырлар, бұл кезең аралығында қыпшақтар қимақ қағанатының құрамында болды. Ал 11-13 ғасырларда өздерінің қағандықтарын құрып, мемлекет ретінде құрылған кезеңі еді. Қыпшақ қағандарының этникалық бірлестігі 2 бөлімнен тұрады: батыс бірлестік және шығыс бірлестік деп айтады. Қыпшақтардың жалпы территориясы, бірлестіктерінің шекарасы Еділден Алтайға дейінгі аумақты қамтиды. Ал олардың негізгі шекаралары Еділ өзенінен бөлініп қарастырылады. Батыс бірлестігі 11 тайпадан тұрылады. Олар Елбөр, Тоқсоба, Етиоба, Дурут деген тайпалардан тұрады. Осы 11 обаны жеке атайтын болсақ, Елбөрлер түсінікті. Тоқсоба дегеніміз 9 тайпа, Етиоба дегеніміз 7 тайпа, Дурут дегеніміз 4 тайпа білдіреді. Тоқсоба әулеті Дунайдан Еділге дейінгі аумақты басқарған, негізі батыс бірлестіктегі жетекші топқа жатады. Ал шығыс бірлестік 16 тайпадан тұрады. Олардың 8-і негізгі тайпа, 8-і ұсақ тайпалық бөлімшелерден тұрады. Олардың аумағы Еділден Алтайға дейінгі аумақ болса, Қыпшақ хандары осы шығыс бірлестігіне көп назар аударып басқару жүйесін жүргізген. 12 ғасырларда арал маңын қоныстанған Қаңлы, Қарлұқ, Жікіл тайпалары Қыпшақ бірлестігінің құрамына енеді. Ал 11-13 ғасырдың басында Қимақ, Оғыз, Құман, ежелгі башқұрт тайпалары да Қыпшақ бірлестігіне еніп, бағыныштылық күй кеше бастайды. Осы Қыпшақ хандығында Қыпшақ хандарының көбі шыққан тайпа Елбөрлер деп аталады, яғни батыс бірлестіктің құрамына енген екен. Оны бізге дәлел ретінде парсы тарихшысы Журжанидің 13 ғасырда айтып кеткен еңбегінен білуге болады. Ол жерде Елбөрлі тайпасын хан әулетінен шыққан деп нақты жазып кеткен екен. Енді осы ғұндарды шетел деректерінде қалай атайды? Шетел деректерінде палушылар далалықтар деп атайды, яғни ол орыс деректерінде көрсетіледі. Ал кундар, командар деп Дунай бойындағы қыпшақтарына венгр халқының берген атау екен. Олжас Сүлейменовтің Аз-и-Я кітабында былай делінген: бейбітшілік пен достық кезінде ғана славян тіліне түркі тілдері ене алды дейді. Енді орыс тіліндегі енген сөздерге назар аударатын болсақ, ол колчан, булат, караул, есаул, атаман, богатырь сөздері түркі тілдерінен алынған екен. Моңғол дәуіріне дейін түркі славяндармен тығыз қарым-қатынаста болған қыпшақтар 11-13 ғасырларда Дунайдан Алтайға дейінгі аралықты мекен етіп қоныстанған еді. Енді негізгі территориясына келіп тоқтайық. 8 ғасырдан 11 ғасырдың басына дейін қыпшақтар Қимақ мемлекетінің батыс қағанатын құрды. Ал 11 ғасырда Қыпшақ хандығы Қимақтардың жерін толық иеленді. Шығысында Алтай мен Ертістен басталады, батысында Еділ мен оңтүстік Оралға дейінгі аралықты қамтиды, солтүстігінде Құланды даласын алса, оңтүстігінде Балқаш көлі мен Жоңғар алатауына дейінгі аймақты қамтып жатты. Бұл алпауыт жердің барлығын Дешті Қыпшақ даласы деп те атаймыз. Қазіргі күндегі қазақ жерінің ұлы дала төрігінде осы Қыпшақ даласы деп атайтынымыздың бір бағыты осы жерде. Қыпшақ даласы 1045 жылы Парсы
саяхатшысы Хұсырау өзінің алғаш Қыпшақтар даласы атауын өз еңбегінде қолданды. Дешті Қыпшақ аумағына Алтайдан Еділге дейінгі аралықты толық жатқызуға болады. Қыпшақ хандығы Сырдарияның орта және төменгі бөлігін, Арал мен Каспий өңірі өзендерін 11 ғасырдың екінші ширегіне дейін ұстады. Қалған уақытта 13 ғасырдың басына дейінгі ол территорияларын кеңейтті. Қыпшақ шонжарлары сыр бойындағы қалалардың билеушісі болды. Махмұд Қашғари Қыпшақтар ақсүйектері мен Қарахан билеушілері арасындағы күрделі қарым-қатынастар болғандығын айтып, деректерінде жазып кеткен. Енді Қыпшақтардың басқа мемлекеттер сияқты шаруашылығы көбінде мал шаруашылығы болғандықтан, олар маусымдық жайылымдарға көшіп жүрді. Әсіресе Қыпшақтар Есіл, Тобыл, Нұра, Елек, Сарысы өңірлерін көшіп қонып жүрсе, қыста Маңғыстау мен Үстіртті, жазда Жем, Сағыз, Ойыл, Қобда, Жайық өзендерін мекендеген екен. 14 ғасырда ол туралы Әл-Омари Қыпшақтардың көшу бағыттары туралы жазған. Енді олардың қоғамдық құрылысына келетін болсақ, Қимақ қағанатының жалғасы ретінде олардың басшылары хан титулын иеленді және ол мұрагерлік жолмен беріліп отырды. Хандық биліктің орталығы Орда деп аталды, ал Тархан, басқа бектер олар ақсүйек шонжарлар ретінде ханның көмекшісі, негізгі тірегі болып әрекет жасады. Енді Орта Азия базарында Қыпшақтардың феодалдық шонжарлары өздерінің тұтқындарын сатумен айналысқаны туралы айтылады. Ол туралы Махмұд Қашқари өз еңбегінде былай деп айтады. Қыпшақ тілінде яланкук деген сөз бар. Яланкук құл деген мағынаны білдіреді. Ал Қыпшақтар осы құлдарды саудаға салып отырды деп көрсеткен екен. Әскери басқару жүйесіне келетін болсақ, олардың оң қанаты Сарайшық ордасында орналасты, Жайық өзенінің бойында, ал сол қанаты Сығанақ ордасы Сырдария өзенінде қалыптасқан. Құрметті көрермен, енді Қыпшақтардың саяси жағдайы мен олардың деректері туралы мәліметтерді келесі видеода баяндайтын боламын. Біздің каналдан алысқа кетпей, тіркеліп және достарыңызға жіберіп комментарий жазуды ұмытпаңыздар.